Сәлем, бүгін қышқылдар тақырыбына тоқталатын боламыз. Жалпы күкірт элементіне байланысты екі түрлі қышқыл бар. Ол күкіртті қышқыл және күкірт қышқылдары. Ал енді бұл екі қышқыл күкірттің қандай оксидтерінен алынады? Оны табу үшін бізге назарыңды аударсаң болады. Ең бірінші біз күкіртті қышқылдың құрамындағы күкірттің валенттілігін тауып аламыз. Ол үшін біз білетін сутектің және оттектің валенттіліктерін немесе тотығу дәрежелерін пайдаланамыз. Яғни теңдеу құрамыз. Сутек бір тотығу дәрежесін көрсетеді, оттек минус 2 тотығу дәрежесін көрсетеді. Яғни плюс 1-ді 2-ге көбейтеміз. Қосылған біздің күкіртіміздің тотығу дәрежесін x деп белгілеп аламыз. Және де оттектің тотығу дәрежесі минус 2-ні 3 оттекке көбейтіп, олардың барлығын 0-ге теңестіреміз. Осы арқылы біз x-ті тапқан кезімізде x 4-ге тең. Демек, күкіртті қышқылдағы күкірттің валенттілігі 4-ге тең. Күкіртті қышқыл 4 валентті күкірттің оксидіне су қосылғаннан пайда болды деген сөз. Ал күкірт қышқылының құрамындағы күкірттің валенттілігін немесе тотығу дәрежесін табу үшін, егер теңдеу құрастыру қиын болып жатса, онда оттектің тотығу дәрежесі мен индексін көбейтеміз, ол 8-ге тең, және сутектің тотығу дәрежесі мен индексін көбейтеміз, ол 2-ге тең. 8-ден 2-ні азайтамыз, 6. Демек, күкірт қышқылындағы күкірттің валенттілігі 6 деген сөз. Сонда SO3-тен су қосу арқылы біз H2SO4-ті аламыз деген сөз.